Қайырлы күн, құрметті магистрант. Аналитикалық ойлаудың үшінші вариантында келіп жеттік. Бүгін бізде осы вариантты талқылайтын боламыз. Мына жерде бірінші сұрақта Құрманғазы өмірдің ащы тұщы сәттерін күй тілінде, өнер тілінде баяндауға үлес, енді үлестен кейін енді білгір, алғыр, негіздеді, жүйрік деген сөзді қоймай, сондықтан қосты дегенді таңдаймыз, ары қарай кете береді екенбіз. Келесінде өлеңді мағынасына сәйкес теңдеу немесе теңеу сөзбен толықтырыңыз. Бұл жерде енді бұрқ сұрқ атып долданғанда алты қанат ақ орда үй шайқалды деп жатыр. Теңеу болғандықтан борандай, теңеу отырмыз ғой, боран сияқты деп, сондықтан Д вариантын таңдаймыз да ары қарай кете береміз. Келесі сұрақ, көпінші орнына сәйкес келетін сөзді табыңыз. Бұл жерде мен қателеспесем Абайдың қара сөзінен алынған сияқты, әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат алып күлу, ғибрат көріп күл, яғни сол нәрседен ғибрат алып өзіңе бір сабақ ал деген сияқты идеяны шығарып тұр. Сондықтан бұл жерде Б варианты, Б варианты. Мына жерде төртінші сұрақта буын қаған туралы жазған толықтай, сондықтан біз бұл жерде А варианты буын қағанның тарихта таңылуын көрсету деген вариантты таңдаймыз. Бесінші сұрақта да осы буын қағанға байланысты текст ары қарай жалғастырып тұр. Енді өзі мынау буын қаған туралы болғаннан кейін буын қаған деп қайтадан айтамыз, себебі бұның ішінде буын қағанның өмірі, Вэй империясының кезіндегі өмірі жазылғандықтан бұл жерде қайтадан осы буын қағанды таңдайды екенбіз. Келесі осы мәңгілік елге байланысты буын қағанның жасаған әрекеттеріне байланысты мәселелер тағы да үшінші текст есебінде келіп отыр. Және бұл жерде ел деген сөздің мағынасын айтып тұр. Бұл жерде енді тек, ру, жұрт, тайпа, жүз деген нәрсені айтып отыр. Енді ел деген кезде біз оны шектемейміз, тайпа, жүз, ру, тек сияқты ол жұрт деп толықтай аламыз. Сондықтан С варианты бізде дұрыс. Жетінші сұрақта бізде галактика жөнінде айтқан. Бұл жерде біз қанша жұлдыз бар екендігін, құс жолы туралы 15 миллиардқа жуық уақыт өткендігі жөнінде айтып жатыр. Сондықтан мәтінге сәйкес келетін тақырып ол бізде галактика, Д варианты. Одан кейін 8-шісі ол бізде ортақ нүктені айналатын, яғни галактика туралы қайтып жалғасып жатыр. Бұл жерде біз дұрыс вариант есебінде А вариантын белгілейміз, себебі бұл жерде аспан әлемін жалпы сипаттап жатыр. Келесі сұрақ, сол галактикаға байланысты шексіз деген сөздің мағынасы, енді бәрімізге түсінікті деп ойлаймын, ол бізде санауға сан жетпейтін, себебі өте көп, шексіз болып тұр. Мына жерде экспо туралы 10-шы сұрақ, экспо туралы жалпылама бізде не берілген, ақпарат берілген, сондықтан бізде 10-шы сұрақта дұрыс жауабымыз С варианты болады екен. 11-ші сұрақта экспоны жалғастырып жатыр. Енді қалай атаймыз дейді, өзі экспо 2017 болатын болса, экспо 17 деп С вариантын талдаймыз, басқаны біз таңдай алмаймыз. 12-ші сұрақта бізде экспо ары қарай жалғасып жатыр. Орын алды, енді экспоның мысалы бірінші сөйлемде көрмесі орын алды. Значит, көрмесі орын алды деген сөз бізде өткізілді, енді жеңіске жеткен жоқ, қойылған жоқ, ол орындалған жоқ, көрсетілген жоқ, ол өткізілді 2017 жылы біздің Астана қаласында. Келесі сұрақ, бұл жерде аялық білім, психолингвистикаға байланысты әңгіме, когнитивті лингвистикаға байланысты әңгіме. 13-ші сұрақта бізде лингвистиканың тек қана бір түрі емес, оның неше түрлі тармақтары бар жөнінде айтылғандықтан, бұл жерде бізде дұрыс вариантта когнитивті лингвистика білімді түсінушіліктің негізі, яғни неге біз бір нәрсені үйреніп жатырмыз, ненің әсерінен не көмектесіп жатыр деген сияқты нәрсені зерттейтін сала. Одан кейін 14-ші сұрақта осы тақырып ары қарай жалғасады. Соңғы зерттеуге сүйенсек, аялық білім дегеніміз деген ол қай деңгей деген кезде ол семантиканың деңгейі, потому что осы текстің өзінде сол тура солайын жазылып тұр, қазір сіздерге көрсетемін. Так, психологтар семантика басқару зерттейді, бұл жағдайда зерттеудің нысандарының табиғатындегі. Так, зерттеуге түскен, қазір бір секунд. Міне, осыған байланысты аялық білім қазіргі кезде тек семантика терминдер ретінде кездесе алады дегенді өзі текстің ішіне айтып тұр. Одан кейін 15-ші сұрақта осы нәрсе жалғасады. Текст аялық білім, семантика, когнитивті лингвистика деген дұрыс жауап бізде қолайлы деген сөзге келетін вариант ол бізде тиімді, керекті, жанды, белгілі, үлгілі емес, тиімді деген
соның синонимін таңдаймын да ары қарай кете береді екенін. Ары қарай кеткенде біз бүгін 15 сұрақты уже талқылап біттік. Осымен біздің үшінші вариантымызды талқылау аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.